Жексенбіде Кубаның электр желісі істен шығып, кезекті рет бүкіл ел бойынша электр энергиясы өшті. Кариб аралы энергетикалық, медициналық және экономикалық дағдарысты одан әрі ушықтырған ауыр мұнай тапшылығымен күресуді жалғастыруда. Гавананың электр желісі тозған құрал жабдықтар мен ақш-тың энергетикалық эмбаргосы салдарынан зардап шегіп жатыр. Бұл эмбарго қаңтарда Вашингтонның Венесуэладағы тосын әскери операциясынан кейін отынның тұрақты жеткізілімін тоқтатты. Мемлекеттік энергетикалық компания жексенбі кешке ұлттық электр жүйесінің толық ажыратылғанын хабарлады. Бұл бүкіл елді, соның ішінде елорданы да қараңғылыққа батырды. Бұл электр желісінің толық істен шығуының кезекті жағдайы ғана, өйткені бұған дейін бір күн бұрын елдің бүкіл батысы қараңғыда қалған. Электр энергиясының өшуі қалыпты өмірді қиындатты. Жарықтың әр өшуі су берудің азаюын және төбедегі желдеткіштердің тоқтауын білдіреді. Бұл қиыншылықтарға үйренген, бірақ қазір соны көрінбейтін айларға созылған, дағдарысқа батқан қоғам үшін үлкен ауыртпалық болып отыр. Энергетика министрлігі электр желісін қайта іске қосу хаттамалары орындалып жатқанын хабарлады.